Барлықтарыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біздер ақжауын күйін үйренуді жалғастырамыз. Мен ең алдымен сіздерге бүгінгі үйренетін бөлімді ойнап беремін. Сосын үйренуді бастаймыз. Мына жақта аяқтадық. Өткендегі сабақтағы жер. Сосын мына жерін бастаймыз. Келесі видеода үйренетін боламыз. Так, біздер не істейміз? Аз камераны төменге түсіретін боламын. Біздер өткен сабақта мына жерден аяқтап едік. Деп аяқтадық. Одан кейін біздер мына жаққа 12-ші пернеге жылжып келеміз. 12-ші перне деген мына жақтан сарағанда 5-ші нүктені 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші нүктеге келеміз астыңғы шекте. Сосын астыңғы шекте төменге шертеміз. Шерткеннен кейін бүйтіп іліп аламыз. Non-легаты немесе лига деп айтсақ болады, төменге сосын іліп аламыз астын. Одан кейін қайттан қоямыз. Сосын жоғарыға шертеміз де астыңғы шекті, одан кейін үстіңгі шекті шертеміз. Сосын жақта бүйтіп ұрамыз. Бұл да лига болады. 14-ші пернені ұрамыз. Сосын былай болып тұр. Төменге шертеміз, іліп аламыз. Сосын қайттан қоямыз. Сосын үстін басып қаламыз. Енді осы жерде тұра беріп, астыңғы шекті ойнаймыз деп аламыз. Сонда тұрған кезде 12-14-ші пернеде ұстап тұрамыз. Төменге шертеміз, бір-біріне алып тастаймыз. Мынаны бүйтіп аламыз, ілеміз, мынаны бүйтіп ілеміз. Деген шығады сол кезде. Енді басынан бастап. Сосын қайттан қоямыз да мынаны. Ойнаймыз, сосын үстін ойнаймыз. Сосын сосын астын ойнаймыз. Сосын қоямыз, асты, үсті. Бұл бірінші. Одан кейін екіншісі мынандай болады. Дейміз. Бұл жерде, то есть, төмен, жоғары, төмен. Үстін ойнаймыз. Сосын астын басып қаламыз. Сосын мынаны қайталаймыз. Деген қайталаймыз. Кейін басынан біз. Бірінші. Екінші. Солай екінші рет қайталаймыз. То есть, реприза бар. Біз осы екеуін тағы қайталаймыз екі рет. Енді барын толықтай ойнап шығайын. Екінші рет. Осыдан кейін біздер мынандай нәрсе жасаймыз. То есть біздер бәйтеміз болғаннан кейін бас бармақпен 14-ке, мынаған 16-ға. Бірінші ашық болады деп аламыз. То есть бірінші ашық, сосын қоямыз да екеуін. Жоғары, төмен, жоғары. Тек мына істегеннен кейін кішкене ұстап қаламыз. Деген тез ойнаймыз да. Сосын мына жағына кетіп қаламыз. Сосын деген мынаған лига аламыз. 16-тан 14-ке лига аламыз. Ой, non-легаты. Сосын мына жаққа барамыз. 12-ге, сосын деп ойнаймыз да. Мынаны 14 алсамыз, жоғары ұрамыз. Сосын былай болады. 16-тан 14-ке non-легаты. Сосын 12-ге барамыз. Жоғары, төмен, жоғары. Енді бәрін қосамыз. Сосын екіншісі дәл осылай ойнаймыз. Ең соңында мынаны баспаймыз. Мына жерде тұрып қаламыз былай. Сосын үшіншісінде қайттан біріншісін қайталаймыз. И потом төртіншісінде біз мынадан бастаймыз. Дейміз лига. Сосын болады. Лига. Сосын қайттан. То есть мынада 16-14-ке non-легаты. Мына 12 барамыз. Тұра береміз. Енді біріншісінен.
екінші та 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 там та та та. Енді үшінші біріншісі та 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 там та та та. И соңғысы та та 14 та 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 там там та 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 деп аяқтаймыз. Одан кейін мынандай нәрсе ойнаймыз. Былай істейміз. Біздер астыңғы шектен 16-ға барамыз. Бірінші сақпен, бірінші ашық, сосын 16-ға барамыз. То есть төмен, жағамыз, жоғары төмен. Сосын 19-ды бүйтіп ойнаймыз да, іліп аламыз 16-ға. Сосын былай бат. Тағы бір көрсем. Одан кейін 14-ге барамыз. Төменге жертеміз, іліп аламыз. Сіз қайттан қоямыз. Бұлай істегеннен кейін, қараңыз, төмен іліп алдым, қайттан қойғаннан кейін фаршлай аламын. Неге? 17-ге немесе 16-ға ала берсек болады. Бұлай болады. Іліп, фаршлай тем бүйтіп іліп аласыз. То есть тағы да төмен іліп аламыз, жоғары ойнаймыз, фаршлай. Сосын үстін ойнаймыз да, мына жағын басып қаламыз. Қайттан басынан бастап. Сосын жаққа үстін ойнаймыз, басып қаламыз 17-ні. Одан кейін мынаны істейміз. Бұл жерде ашық, сосын 4-ні созақ 16. То есть төмен, жоғары төмен, сосын 14-16-ға лига бұлай жоғары ойнап. Сосын 16-тан бастап бұл жаққа іліп аламыз. 16, 14, 12. Бір ғана ойнайым 16-на, бейт басып қалам. Сосын 12 ойнайым, үстін ойнайым. Енді бәрін қосам. Сосын келесі. Екінші. Одан кейін біз бағана ойнадық қой. Деген жерін қайталаймыз, одан кейін өзгереді кішкене. Сосын мынаған бүйтіп лиг аламыз. 12-ден 14-ке ұрдым. Сосын қайттан 12-ні жоғары төмен ойнайым да, мына жақта 14, мына жақта 16-ны басып қалам. Деп басып қалам. Сосын былай. Сосын мына лига. Сосын қайттан 12. И мына жағамыз. Енді барлығын қосып ойнайық. Сосын келесін өрем, соңғысы ол деген. Ой. Сосын бар. Одан кейін былай істейміз. Деп ойнаймыз. Бұл жерде бірінші ашық болады. Сосын жақта 12, 14-ті басып қаламыз. Бірге. Сосын басармақпен 12-ні басамыз, жоғары ойнаймыз. Одан кейін былай шығып кетеміз. 4-ші жазағымыз 12-ке, мынаны 9-ға қоямыз. 12, 9. Сосын былай ойнаймыз. Төмен ұрамыз, 9-ы бүйтіп іліп аламыз. Сосын қайттан қоямыз жоғары. Сосын жоғары ойнағанда, кстати, мына жақта бас бармақ ойнау керек. Одан кейін бірінші сап ойнау керек. Триолі ғой, получается. Төмен іліп аламыз, қайттан қоямыз бас бармақпен. Одан кейін созақ ойнаймыз жоғары. И мына жақ басып қаламыз. 12-ші пернені. Енді екеуін қосайық. Осыдан кейін біз ойнағанда мына жерде қайталаймыз. Бұл жерде 7 мен 9. Бірінші ашық болады. 7 мен 9. И бас бармақпен жоғары басып қаламыз 7-ні. Сосын мына жерде ойнағанда мына жерде де ойнаймыз. Бұл жерде 7 және де 4. Төмен ұрамыз, іліп аламыз, сосын қоямыз жоғары бас бармақпен и созақпен жоғары и басып қаламыз 7-ні.
Мен бәрін қосайық. И одан кейін деген бөлім кетеді. Оны келесі сабақта үйренетін боламыз. Енді барлығын қайтадан қосып бір ойнап шығамын толықтай, сосын сабағымызды аяқтаймыз. Мінеге осылайша бүгінгі видеода ақ жауынның жалғасын үйрендік. Егер де сабақ ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды сұраймын. Және де каналға тіркелмесең тіркеліп кетіп, менің кішкентай арманымда, яғни 10 000 подписчикқа жету деген кішкентай арманыма жетуіме көмектесуіңді сұраймын. Барлықтарыңызға сәттілік, үйреніп жатқандарға келесі сабақта көріскенше.